Зауқа батыр өз заманының сол тұстағы кертартпа өкіметтің алман салығына қарсы тұрған, сондай-ақ қазір байлардың қол астында езіліп қаралған, қанаты болмаған, жапа тартқан адамдарға пана болған. Арғы беттен қашып келгендер ғана емес, бұл жақтағы тарих қасиелерге қол ұшын беріп, оларды маңайына топтап, асырайтын асырап, бағатын бағатып, осындай жағдайда көп жақсылықтар істеген адам. Сол кісінің өзінде ол кісі зиялы әрі ағамдыр. Шағым сенің күн көрілмей қаңғырып генералын, оның қарулы қосының Алтай өңірінің көпшілігі. Зауқа Сәбитұлы, Зауқа Сәбитұлы, Зауқа Сәбитұлы. 2010 жылы Шинжаң Юғыр автономиялы районында халық өкіметінің мақұлдап, қазынадан айырым босатылған қаржымен Алтай аймағы мен Көктоғай ауданы аралығындағы 216 жоғары қарқынды тас жол бойында Зауқа батырдың ежелгі қабірінің алдында ескерткіш тұрғызылды. Зауқа батырға бұл ескерткіштің тұрғызылуының маңыз мақсаты зор еді. Мұнда 1866-1927 жылдар аралығында ғұмыр кешкен Зауқаның еліне, отанына деген еңбегін мына жақтардан қорытындылады. Зауқа батыр өз өмірінде отанымыздың Алтай аймағының Шыңғыл ауданының шығыс шекарасындағы Бұлғын, Жалпақ, Мәйтек, Қаптық өңіріне сұғанақтық жасап енген шетел шапқыншыларын бірнеше дүркін бетін қайтарып, отанымыздың шекарасын, халықтың мал-мүлкін, бас амандығын қорғап қалған. Және 1921 жылдарда советтік большевиктік өкіметінен жеңіліс тауып қашқан ақ патша өкіметінің қашқын генералы Бакшу Алтайды басып алғанда, тек Зауқа ғана қоларға төтеп беріп, ел жұртын аман алып қалған ерлігі халық жанында еді. Зауқа өз төңірегіндегі адамдарды ру, ұлтқа бөлмей, тек бостандық, теңдік жолына бастап, болашаққа көз қарасы қайқын адамдарды төңірегіне топтап, сол кездегі кертартпа өкіметтің халықты жәбірлеп, орынсыз алман салық салатын теңсіздіктеріне, әділетсіз, зорекерлігіне батыл қарсы тұрды. Зауқа кім қақпай көрсе, соның дауын даулап жоғын жоқтады. Ақалал еңбегін ала алмай көз жастар көл болып, қақжау көрген жоқ жітік кедейдің, қақпай көргендердің жоқшысы болды. Олардың ұлты руына қарамай, маңына топтап, ертеңгі бостандық, теңдік жолындағы арманына талпындырып отырды. Зауқаның ұл әкесі өз заманында аққу терісінен киім киіп, аққу қанатынан қолынан желпуіш ұстап, әділдікті жырлап, адамгершілікті уағыздағандықтан сарабыз атанған. Әсіресе жоңғар шапқыншылық заманда Абылай хан ордасында болып, алдыңғы шепке хаттанған жасақтардың жаназасын шығарып, ат ойлап алға шығып, оларға рухани дем беріп, дабыл ұрып, дауылпаз қағып, сырнай тартып, жасақтарға жігер, қайрат беріп отырса, Зауқаның өз әкесі Сәбит 9 жасынан бастап Опа, Қиуа жерлерінде оқуда болып, 25 жасына дейін 16 пән білім игеріп ауылына оралады, өмірінің соңына дейін 4 жерден білім ордасын ашып, алдынан 553 шәкірт ұшырған ағартушы болған. Міне осындай текті жерде өскен Зауқада білімге ынтық болып, көп тіл меңгеріп, білімділігімен парасаттылығын әйгілеп, 16 жасынан бастап шәкірт тәрбиелеп жетілдірсе, асқан парасаттылығымен дауды жеңетін шешен, жауын жасқаған ер жүрек батыр болып, қаламбен қаруға бірдейін парасат иесіне айланды. Зауқа өз төңірегіндегі әр қандай адамға өзінің қайырымда, мейірімді болудай, дархандық жомарттығымен үлгі болып, береке бірлігін қайған орта құруға жетелеп отырды.
Міне Зуханың осындай әр жақтылы ерекшелікке ие ерен еңбектерін ескере білген халқымен бүгінгі өкімет орны осы ескерткіш орнатып, мұрағат ретінде қалдырған болатын. Әрине, бүгін 2016 жыл 4 маусым күні Үрімжіде тағда бір салтанатты да деңгейлі той болып жатыр. Міне бұл да бүгінгі өкіметіміздің тура абзал саясатының арқасында. Кешегі қалқым, елім деп өткен еңбегі ерен Зуха батырдың туылғанына 150 жыл толу байланысымен бас қосқан 300 адамдық дөбірлі той тойлануда. Отан үшін отқа түсіп, халқына қалтқысыз қызмет атқарған Зухадай ердің ерен еңбектерін тойлауға, әле Тарбағатай, Алтай сынды шаймақ көлемнен, Ерен Қабырға, Боғда, Мори, Баркол, Қомыл өңірлерінен және Қарамай Майтау сынды мұнай алаптарынан тартып жиналған егінші малшылармен бірге орталық қала Үрімжіде тұрған Қадыш Жанәбілұлы, Шәріпхан Кәрімұлы сияқты ел ағалар, қоғам қайраткерлері, Сұлтан Жамбылатов, Әуелхан Қалиұлы, Жақып Мырзаханұлы, Батырхан Қосбегин, Баяхмет Жұмабайұлы қатарлы ақын жазушы және ғалымдар болып, батырдың еңбектерін еске алып, жоғары бағалап, ендігі ұрпақтардың үлгі алуға татитындығы жайында лекция оқып, ұрпақтардың жадына сара кетті. Алыстан сәлем береді, әдебиеттің баласы демекші. Ассалаумағалейкум туыстарым, тілеймін түтінімнің түгішқанын. Қай елде, қай жерде жүрсем дағы, сіздер барда еңсемді мен түгіштарым. Қамитқандай ұлымның сәлемін ал, ізімін Батыр баба Зұлқадай күріштардың. Берекеден жығылмайды туыстар, ақ тілектің ақ жармасын ұстар. Жақсы деп жарым ұрыс беретін, сенің дарқан пейілінде ұрыс бар. Көкденені бақ, тойға келген армысыздар туыстар, тойға келген бармысыздар туыстар. Қадірлі ағайын, Батыр бабамыз Зуха Сәбитұлының дүниеге келгендігінің 150 жылдық мерей тойына әр жақтан атсалысқан ағайындарға, алғыс айту дастарханына, яғни бүгінгі тойымызға қош келдіңіздер. Той құтты болсын ағайын. Қадірлі туыстар, ендеше бүгінгі тойымызды бастап беруге, тойымыздың алғы сөзін сөйлеуге Автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесінің бұрынғы орынбасар бастығы, жазушы профессор Сұлтан Жамбылатов апамызды сіздердің ыстық ықыластарыңызбен той төріне қарай шақырамын. Қол соғып қошемет көрсетіңіздер. Арындар, мырзалар, ағайындар, жастар, балалар, бүгін біз өте бір маңызды игі іс-шараға жиылып отырмыз. Бұл Зуха бабамыздың 150 жылдығы. Бір жағы ғылыми, енді бір жағы ғұрыптық іс-шара. Ең алдыменен біздің осындай күнге жеткізген салт ғұрпымызды осыншалық құрметтеуге мүмкіндік жаратқан партияға айрықша алғыс айтуға тиістіміз. Ал енді жаңа айтқанымдай бұның бір жағы ғылыми, бір жағы ғұрыптық дегенім, біз тарихты еске аламыз, тарихи тұлғаны еске аламыз, сол арқылы пікір ауысамыз, сол арқылы ұрпаққа тәрбие, былайғы істерімізге қайрат, қуат жетістіреміз. Ал ғұрыптық жағын айтқанда ас беру, ол бір жағы өзіміздің атқарып келе жатқан діни ғұрып салттарымызға
байланысты жағы болса, енді бір жағы мерейтой, той, Тухадай бабамыздың болғанына қуаныш, сол қуанышқа байланысты той тойлау. Ал енді бұл арада Зұлқа бабамыздың абыройы қаншалық екендігі, оның ел есінде қаншалық биік тұрғандығы, мен айтпасам да сіздерге әбден түсінікті. Осы отырған топтың сонау аймақтардан, алыс аудандардан арнайы осы үшін келгенінің өзі қалайды түсіндіреді. Зұлқа бабамыз туралы жазылып жатқан мақалалар, зерттеулер, кітаптар оны тіпті түсіндіре түседі. Ал биыл 150 жылдығына байланысты анау аргуметтегі Америкадағы қазақтардан тартып, мына жақта алыстағы Еуропадағы қазақтарға шейін 150 жылдықты еске түсіріп, әртүрлі іс-шаралар жүргізіп жатыр. Аргументтегі қазақтардағы аймақтарында, облыстарында, аудандарында жүргізіп жатқан шаралардың өзі қаншама. Осылардың барлығы бүлінді қазақ ішінде Зұлқа бабамыздың абыройының зор, күшті екендігін көрсетеді. Біз әрине бұл арада өз жағдайымызды ұштастыра отырып, әрі ғылыми, әрі астық салтпенен еске түсіріп, 150 жылдан бері қарай кейде жағдай болмаған, еске түсіре алмаған, істей алмаған істердің орнын толтырып отырмыз. Жаңағы айтқанымдай, бұл бабамыз туралы жазылған дүниелер көп. Оның ішінде осы арада Батырхан Құсбекті көріп отырсыздар. Батырханның жазған романын оқығандар да осы арада бар. Дегенменен бұларға денсаулық сұраймын. Бұдан кейін бабамыз туралы және басқа аруақтарымыз, арыстарымыз туралы жаза берсін, Құдай қайрат берсін. Ал енді жаңа айтқанымдай, бұл астың екі жағы бар, бір жағы нәзір сипатты болса, бір жағы той сипатты. Сондықтан осы отырғандарымыз барлығымыз тойлағыдай тойлап, алдымыздан астынан дәм татып, ғылыми жақтан айтарымызды айтып әңгімелесіп, ойын күлкіне дағы жүргізіп, аруақ та риза болады, тірілер де риза болады. Өзге жердегілер естісе де қуанып, бізге бас бармағын көтеретіндей өткізіп жіберейік. Қалған сөз жүргізушіде. Рахмет. Тойымыз да басталып та кетті. Ендеше бүгінгі ұлы тойымызға арнайы ақтерлетіп, Алтай дейтін даладан, қасиетті қаладан, анау күннен күнге дамыған, күннен күнге шалқыған құтты мекен Көктоғай ауданынан келіп отырған Батыр бабамыздың үлкен үйін ұстап отырған Қапура, Кәбира бастаған апаларымызды және күйік әулетінің қара шаңырағын ұстап отырған Бәтила бастаған апаларымызды бүгінгі ұлы тойымызға ақ шашуға рұқсат етіңіздер. Қанекей қол қошемет көрсетіп қойыңыздар. Kötür.
атсалысып арнайы келіп отырған ақ тілегімен қадірменді ел ағасы, елінің болған панасы, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің бұрынғы орынбасары меңгерушісі, қоғам қайраткері, зияткермен Қадыс Жанабыл атамызды сіздердің рұқсаттарыңызбен ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Қанекей. Өз заманындағы батырлығымен, батылдығымен танылған ұлы ұлағатты атамыз Зұлқа батырды еске алу. Биыл міне осы 150 жылдық байланысымен қазір көптеген мемлекеттерде туыс-туғандары негізделген зиялылар қауымы араласып қолдаған көптеген іс-шаралар өткізіліп жатыр. Бүгін міне Үрімші қаласында осы Зұлқа батырдың туыс-туғаны, ұрпақ жұрағаттары, ағайын туыстары, сондай-ақ Үрімшідегі, Алтайдағы бірқанша зиялы қауымның бас қосып, туыстар атынан шай мен бір 150 жылдық еске түсірудің іс-шарасы ретінде бір әңгіме жиыны ашылып отыр. Мен ең алдымен осы жиынды ұйымдастырған туыс-туғандарына, сондай-ақ зиялы еңбек сіңірген жігіттерге өз атымнан рахмет айтамын, әрі құттықтаймын. Көпшілікке белгілі Зұлқа батырды еске алуға тартып ұлтуға. Ол туралы көптеген адамдар өздерін білесіздер, роман жазылды, повесть әңгімелер жазылды, мақалалар жарияланды. Міне осыдан бұл адамның іс-іздерін, еңбегін оқып көруімізге болады. Бұл осы Зұлқа бабамыз өз кезінде сол заманда Кертапты өкіметтің Алман салығына қарсы тұрды. Сонымен бірге көптеген қазір байлардың есігінде жүріп, езілген, қаналған, қара табылмаған, қақпай ұшыраған көптеген адамдарды маңайына тартып, оларға қорған болды. Бұл жағындағы еңбектерін арнау зерттеген зиялы қауым бұрын айтып келеді, тағы айтып жатыр. Мен бүгін осы орайда осы бабамызды еске түсіруде біз тарихты неге сықарамыз? Тарихта ұлы тұлғаларды неге сықарамыз? Ол еске алып солардың рухын үйлері болса, енді бір жағынан бүгінгі дәуірімізде мына мемлекетіміздің шөйіп көтерген дәуірінде ұштастырып, ұрпақтарды тәрбиелеу мақсаты болып отыр. Сондықтан біз осы орайда менің ойыма келіп тұрғаны, біз мынандай үш рухынан үйренсек болады деп қараймын. Бірінші, Зұлқа батырдың отаншылдығынан үйрену керек. Зұлқа батыр өзі ғана емес, әкесі сонау Советтер оқыған, білімді болған, өзі бір білімдар, оқымысты әулеттің ұрпағы. Сол ата-бабасы сонау тұстарда осы жүнгіге қараймын деп көшіп келген. Оның арқарына қарасақ, осы өзі
осы халқына бағана айтып өткеніміздей еңбек сіңірген ұмытылған бірі. Ол отаншылдығында сондай. Ал енді бұл отаншылдық сонау ар жағынан, былайша айтқанда біздің тегімізден басқа емес. Осы жүңгеде қазір 1,6 миллион деп айтады, 2 миллион қазақ бар десек, осы жүңгеге қараған тарихы бар. Ата-бабаларымыздың салып кеткен жолы бар. Мәселен, мына Найман атаның бір тобы ішінде көп өскен Қызай анамыздан басқа Қарыматай өтті. Сондай-ақ ұлы жүздің албан ұлттарын бастаған бір қанша қарын адам елеп жауып, Абақ Керейдің 12 ұрығын бастап, Ержанбек бастап, мына Алтайдың сауыры мен ертісін өргіп жүңгеге атамекеніне келді. Міне осы ұрықтар, сол үйренген осы бабамыз, сол отаншыл болып өтеді. Ешқашан ол кездақта үкіметтің әліндей алдымен санатына қарсы тұрса, байлардың халықты езек қарауына қарсы тұрса, ол ешқашан отанына опасыздық істеп көрмеген адам. Осыны біз сондай ескереміз. Міне бұл сол ата-бабамыздан қалған салт. Біз тегімізге қарап тартып отырмыз. Біз тегімізге қарап бүгінге дейін отанның тұтастығын қорғау жолында еңбек сіңіріп жатырмыз. Сол Ержанбектің тұсынан бастап, сол кезде бір бөлім қазақтар Орта Азияда батысында орысқа қарап, кейін орысқа одан болып бір бөлім кеткенде, мен жүңгеге қараймын. Шәлінің өкіметіне ойсынам деп, Ержанбек бастаған сол тұстағы оның серігі 12 Абақ Керейдің 12 ұраны болған батырлар. Осылардың барлығы сол Ержанбекпен бірге осылай қараған болады. Ержанбек өз тұсында Ақтабан шұғырындан кейін 50 жылдай қазіргі Қазақстанның жері мына Қалбатауында, яғни қазір Өскемен қаласымен өрдей, ертістің оңтүстігіменен мына Зайсан аудан дейміз, Зайсанға дейін, Кішкене тау маңыраққа дейін көсіліп жатып 50 жыл өтеді. Халқын құраған, шаруашылық құрған, Көбәдайса мен жабағын алып кеп төре сайлаған. Сондай-ақ өзі Көбәдайды Шәлінің патшасын әзберіп, күн қайсарын алдырған. Осындай, осы қайта көшіп келуге бастамашылық етіп ұйымдастырған ата-бабамыз мені осында отаншыл ұрып. Соның жалғасы осы Жұқабаты. Біз бүгінгі жастар біз ата-бабаны ұмытпауымыз керек. Ата-бабаны ұмытсақ болмайды. Олардың рухы, отаншыл рухын бүгінгі мына заманымызды үйлестіруіміз керек. Біздің заманымыз ой үстінде бос тұрмай жұмыртқалаған заман болып отыр. Үлкен отсыздар. Қазір біздің елімізде Си Цзиньпин төрағамыз бастаған көптеген шаруалар істеді. Қазір жемеңгерлікке қарсы тұрып отыр. Отанды Шинжаңды заңмен басқаруды бастап отыр. Сондай-ақ ұлттардың ынтымағын күшейтуге, отанды бөлшектеуге, террорлық жасауға қарсы тұруды өте сәтті жүргізіп отыр. Оның үстіне қазір біздің көптеген бағдарламамыз бар. Қазір дүниеге ұштасқан жібек жолы құрылысы, бір өмір, бір жол құрылысы, сондай-ақ 200 жылдық бағдарламамызды жүргізіп жатыр. Міне осы арқылы қазір халықты ауқаттандырып, байытып, дөңгелек дәулетті мемлекет құруға, сонымен бірге ғылым техникадағы дүние бойынша озық ел құруға қадам тастап отыр. Ал бүгінгі жастар міне осындай рухта
біз осыған еңбек сіңіріп, біз де сол бабаларымыз сияқты отаншыл болып өскеніміз жөн. Бұл бірінші. Екінші, біз Зұлқа батырдың батырлығынан, батылдығынан үйренуіміз керек. Ол енді жіңішке айтып отырмай, бұл адам өз кезінде сол қатты қана болған адам. Жетім жесірге, сондай-ақ қанасыздарға, халықтың ішіндегі қақпай ұшыраған езгі қаралығындарға пана болған адам. Сондықтан біз осыны бір батыр адам, батыл адам болмаса, мұндай еңбек сіңіре алмайды. Бүгінгі жастар біз осы еске алғанда, бұрынғы ұлыларды еске алғанда, мақсат осы заманда ұрпақтарды солардың жолымен тәрбиелеу болды. Сондықтан қазіргі заман жастары біз өткенде олар найзаменен, садақпенен бір өмірде сол ұлттың жерін қорғауға күш салды. Оның рухын үйренуіміз болады. Ал бүгінгі заман оңай емес. Бүгін найза көтеріп, садақ көтеріп ештеңе бітіре алмайсыз. Бүгінгі заманда біздің жастардың қазіргі ат салысатын, 17-сі ат салысатын майданы өте мол. Мен оны қысқартып айтайын, мынандай 5 жақтан деп айтсақ болады. Қазір дүние, әсіресе жүңгі, өзінің бір емес бүкіл дүниеге танылды. Дүниеде ұлы елдердің бірі болды. Дүниеде алдының қатарынан ел болды. Сондықтан қазір жастардың алдында тұрған біз қалай батыр боламыз дегенде мынандай біз арадаспа тиісті 5 түрлі майдан бар. Біреуі ғылым техника шайқас. Бұны бәсекелі айтса да болады. Мәлім мағынада кей жерде соғыс болып жатыр, соғыс күресте де болады. Сондай мен бір ауыз сөзбен мен шайқас деп алып отырмын. Қалай болмасын бәрі де ақиқатпен бешеуі жалғандар үстінде, алға басу мен артағаның үстіндегі шайқастар. Осы шайқаста қазір мынандай 5 майданымызды. Біреуі ғылым техника шайқасы. Бұны кеп түсіндіріп отырмын. Екіншісі ақыл ой, көзқарас, дінді негіз еткен фестиваль шайқасы. Үшіншісі білімдік экономика шайқасы. Төртіншісі байлыққа таласу шайқасы. Бесіншісі террорлыққа, сондай қырымнан пайдаланып, адамзатқа зиян салу арасындағы шайқас. Ал енді біз осы батырдың батырлығын еске алғанда, бүгінгі жастар сөз жоқ, осы 5 майдан үстінде еңбек сіңіруіміз керек. Осыны қалай істесе, бүгінгі батырлық, ол өткенде батырлықпен ұқсамайды. Мәселен, біреу қазір бір ғылымның биігіне шықсанда сол батырлық. Біреу бір дене тәрбиеден алтын медаль алып кетсе, о да батырлық. Біреу мықтап жазушы болып, ақын болып шықса, о да батырлық. Біреу бір мына заманда ауқаттанып, мемлекетке, халыққа еңбек сіңірсе, о да батырлық. Айта бермейік. Осы сияқтардың бар тағысындағылардың бәрі де осы заман батырлығы, осы замандағы еңбеккерлер, осы заманның үлескерлері болып табылады. Сондықтан біз батыр бабамыздың батырлығына үйренгенде осындай жақтардан сөз жоқ, жастарымыз ұмтылу керек. Бұл екінші. Үшіншісі, Зұлқа батырдың адами идеясы рухынан үйренуіміз керек. Зұлқа батыр сол заманда жүріп, өзінің ауылын ғана қорғауды білмей көрген жоқ. Өзінің руын ғана қорғауды білмей көрген жоқ. Өзінің ұлтын ғана қорғауды білмей көрген жоқ. Оның рухында бір түрлі адамдық идея болды. Сондықтан оның төңірегінде топтасқанда, оның халқы болып бірге жасағандардың ішінде бастықтар бар.
моңғолдар бар, татарлар бар, сондай-ақ дүнгендер бар, қаңғылар бар, орыстар бар. Осыларға пара болды. Сонда бұл не дейміз? Сонда бұл сол бабамызды адамилық рухы деп білеміз. Осы адамилық рухты қалай түсіну керек дейтін мәселе бар. Зерттегендер жақсырақ жетіп көрсетеді. Менің қарауымда бұл адамилық деген немесе адамның санасы деген мәселе менің қарауымда зерттеп көрсетеді. Бұдай төрт басқыш болады. Біреуі жұмысшылдық, екіншісі жерлестік немесе руластық, үшіншісі ұлттық идея, төртіншісі адамилық, яғни гуманитарлық идея. Осы санада болады. Ал енді өзімшілдік деген шірік түскен баладан басталады. Бұл сонау орталауға дейін ол барлығы менікі деп қарайды. Өзінің ғана жесем ішем деп қарайды. Тіпті қайда ерте кезде баласы көп болғанда бір-бірінен бауырмал болушы еді. Бүгінгі бір-екі баладан тіпті әкеуір анық өзімшілдіктің өзін алдымен оқығандар. Ал енді осылар бұл алғашқы басқыш. Бұл жаман басқыш емес. Адам өзін тану, өзін ел жеткізу, өзін қорғау, өзін әлеуметтендіру жағындағы таным барысы. Екінші басқыш дегенде орыншылдыққа, жерлестікке, сабақтастыққа, руластыққа тартатын барысы. Бұл бірінші қарағанда бірқатар белгі болғанмен, оны да үрейлі тартып, оны бәрі түсініп отырмайды. Үшінші басқышы ұлттық идея, ұлттық рухтағы сары. Меніңше өзін сүймеген адам бастықпенен шығысам, ынтымақтасам дегенге әйте өз басын сенбейді. Өзін сүйген адам сол ұлтының бастықтармен тең жүруіне, бастықтармен кеңесуге, бастықтардың озық идея, озық құлын техникасын үйренуге сонда ғана тырысады. Сондықтан біз осы жақтағы адамилық рухынан жүруіміз керек. Егер адамилықты бастап айтсақ, егер мен айтсам 15-20 тармақты айтам, мен бүгін біреуін бар айтайын. Мәселен, қазіргі дәуірге қатысты мына тіл мәселесі. Қазір біздің мемлекетіміз қосты ағартылып жолға қойылды. Бұл өте дұрыс. Бұл барлық халық қолдаған шаруа. Қазіргі жастарымыз екі тіл болмаса болмайды. Біз осы екі тіл деген саясат қойылмаған кезде өскен зиялыларымыз, мен ғана емес, мен ұқсаған көптеген азаматтар сол дәуірде өзінің қазақ тілін білмегендіктен біз өзіміз балаларымызды сол кезде екі тілді шығардық. Менің өзімде 5 балам бар. 5 баламда қазір қазылардан кем емес, кейбіреуі артық түсетін, кейбіреуі кем қалмайтын дәрежеде білді. Қазақ жазуында, ұлттық жазуында ол үйренді. Ал бүгінгі жастар қазір екі тілді болып, тіпті де қажетті болды. Өйткені біз Чуң Қаханның Республикасының азаматымыз. Біз Чуңгеде жасап отырған адам осы қаңғыл тілін білмесек болмайды. Қаңғыл тілін бәрінен біліп отырсыңдар, дүние тілі болды. Сондықтан алдымен біз қаңғыл тілін білуіміз керек. Сонымен бірге бұл қос тіл, өз тілін білу керек. Өз тілін білмесе де болмайды. Біз көріп жүрміз, біздің тұстастарымызда бар. Өз баласы біреу қаңғыл тілін білмей, bütün talada қалған, өз тілінің тілімен қалғандар бар. О да кел. Енді біреу өз тілінің тілін тастап, басқа тілдермен кеткенде бар. О да кемтер адам сияқты. Мен біраса бір қоғамдағы өте қолға берміз кемтер адам. Сондықтан қазір осы қосқылар емес, қайта көптік үйренуге қазір жастарымыз ұмтылып жатыр. Бүгінгі жастарда қарап отырсаңыз, мықты кәсіптер болған, бір ғылымның биігіне шыққан, сондай бір кәсіптің биігіне шыққан осындай жастарға қарасаңыз, бұлар көп тілді. Алдымен өз ұлтын білген, өлең өз
тілін білсе, өрге қаңызды тілін білген, одан асып орыс тілін, ағылшын тілін, жапон тілін, корея тілін, араб тілдерін білген. Міне осындай жастар қай салада болса қазір қоғамның ең жарамды адамдары болып жетіп жатыр. Сондықтан біз сөз жоқ, қос тілді болуға күш шығаруымыз керек. Бұл жерде бір нәрсе бар. Сыңар болса болмайды. Өз тілін білмей тұрып, басқа тілді білдім деп мақтанға жатпайды. Қазіргі жастар шиеленсе де орнына түсіп тұрған, мақтанса да орнына түсіп тұрған жастарға қарасаңыз, өз тілін біледі, қазіргі тілін біледі, ағылшын тілін біледі, орыс тілін басқа тілін біледі. Міне осындай жастар қалай шиеленсе, қалай мақтанса келсін. Ал өз тілін білмейді. Басқа тілді білдім деген сөз, бұл да кемдік. Бұл да сол адамның нағыз адамның жетілмегендігінің бейнесі. Бұлайша айтқанда егер мен қарасам, өз тілін білмей басқа тілді ғана білдім деушілер болса, егер ақылды болсам, кең ойланып болмасам, одан өткен масқара, одан өткен намыс жоқ. Сондықтан біз сөз жоқ қос тілді болып, одан да көп тілді болып, мына заманға үйлесуіміз керек. Міне адамдық идеяны білгенде де басқұрттың тілін білмесең, оның рухын, олардың тілін техникасын үйрене алмайсың. Сондықтан қос тіл емес, көп тіл болып, екі тілді болып, өз тілін білумен бірге басқұрттарды тілін білуге күш шығарып, міне адамдық идеяға бастайтын жақсы жол. Сондықтан бүгінгі жастарымыз біз осындай ұлы тұлғаларды еске алғанда, біз сөз жоқ, бүгінгі заманымызға, бүгінгі өмірімізге, бүгінгі қоғамға үйлестіріп, рухына үйренуді дәріптейміз. Сондықтан менің әзірше қысқартарым осы, барлықтарыңызға көптеген рахмет. Күн тәртібі бойынша жаңа да осы тойымызды бастап, тойымыздың алғы сөзін сіздерге сөйлеп беріп жатқан қадірменді жазушы Солтан Жанболатов ағамызды және де бір мәрте сіздердің құрмет шапалақтарыңызбен той төріне шақырып лекция сөйлеуге рұқсат етіңіздер. Мәдениетіміз жан-жақты дамуда. Соның бірі дұрыс салт-санамызды қалпына келтіріп, жоғалғанын тауып, үзілгенін жалғау мүмкіндігіне ие болғанымыз. Бүгінгі іс-шара соның бір нақты мысалы. Бүгін Зұлға Қажыбатырға ұрпағыменен туыстар атынан берілмек асқа келіп отырсыздар. Бұл әрине енді бір тарапtan ірі тарихи тұлғаны еске алуды. Тарихи тұлға дегеннен еске оралады. Тарих адамзаттың өткенін, ондағы адамдар рухын зерттейтін, тек өткенді ғана білдіріп қана қоймай, адам рухани дүниесін қалыптастыруды көздейтін, өткенді зерделеу арқылы тарихи сана, мәдениет, дәстүр, ұрпақтар сабақтастығын қалыптастыратын, бүгінгілердің өткен уақиғаларды тереңінен және тереңінен ұға қабілетін сөйтетін, сөйтіп болашақта дұрыс қадам жасауға жәрдемдесетін үздіксіз даму үстіндегі тамаша қоғамдық ғылым. Ал тұлға деген саналы іс-әрекет иесі және қоғам мүшесі ретіндегі жеке адамның өзіндік адамгершілік, әлеуметтік, психологиялық қырларын ашып, жан-жақты сипаттайтын ұғым. Соның әлеуметтік қасиеттерінің жиынтығы. Адам әралуан, қаламгерлер де сондай. Соған орай тарих қана емес, тарихи тұлғалар туралы да әркім әртүрлі қарайды, қаламын түрліше тербетеді. Бұған Зұлға туралы мен естіген романның өзі 3-4, мақалалардың көп екені мисал. Бізге керегі соның ішіндегі тұлғалық сүйекке жататын ең негізгі шындық. Мына үстіндегі қысқа уақытта менің
Сәбитұлы Зұлқа бабамыз туралы айтарым қысқа. Алдыменен Шаусы дейтін хансыз азамат Алтайдың жерлік шежіресін Тифан жылы 1998 жылы жазғанда былай деген екен. Зұлқа Сәбитұлы 1883 жылы Қазақстандағы Қалбадан Алтай аймағының сәуір жағына көшіп келеді. Жеңістің билеген тайпалар арасында діни оқытумен айналысады. Бірнеше жылдан соң сауырдан Үлеңгір бойындағы Көтеуге қоныс аударады. 1904 жылы 34 жастағы Зұлқа өзінің аңшылық пен тапауатына сүйеніп Меккеге қажылыққа барады. Зұлқа қажы кедей бұқараға жанашыр болды. Өкімет ұлықтарының, тайпа басыларының ізесі бақтандықтан қан іздеген кедей-кепшікті қасына жиды. Кертартқа өкімет пен тайпа басшыларына қарсы тұрды. Бір сөз Конфушиясының басында тұр. Шаусының бағасы мінекей осындай. Біз бүгін сол әрбір кедей-кепшігіне ана болған Зұлқа қажыға берілмек асыға қатысып отырмыз. Кез келген тарихи тұлғаны сол тарихи сатыға қоя зерттегенде ғана дұрыс танитын, әділ баға беретін шынын айтатын боламыз. Шындыққа өзара салыстыру арқылы ғана жақындау мүмкін. Мен Зұлқаны сол замандағы аты әйгілі адамдармен мысалы ол тірі кезінде Шинжаңды билеген Янзын мен Тиншурын ол өлгеннен кейін Шинжаңды билеген Шыңғыстай мен салыстыра тануды құптаймын. Және сол салыстыру арқылы Зұлқаны отаншыл азамат, әрі ағартушы, әрі кертартпа өкіметке қарсы тұрған батыр деп білемін. Мисал, Янзын халықты мадандастыру саясатын жүргізіп, елді зарлатты. Зұлқа өзінің қолынан келетін діни оқу арқылы жұртының сауатын өзін ашуға жанын салды. Екінші, Апиынкеш Тиншурын әскерін күшейтемін деп, билігін қатайтамын деп, халыққа салық қаулатып, әскерге ақша төгіп, әрі сол арқылы жемқорлыққа жол қойды. Әрі қоғамдық қайшылықты асқындырды. Ұлттардың ара өкіметке қарата өшпенділігін қоздырды. Зұлқа тәп осындай кезде қолында қару алып, әрбір халыққа пана болып, оған кертартпа өкіметке Апиынкеш бастыққа қарсы шықты. Үшінші, Алтай әкімі Қызылдардан жеңілген ақтардың армия генералы Бәкішке күші жетпей өзін өлтіріп алған кезде Зұлқа Бәкішті Өралтайға беттетпей, Өралтай жақтағы Ханзу, Қазақ, Моңғол тайпасы ресейлік ақ патша әскерлеріне қорғады. Кейін Кеңестер одағынан босып келген әріп бұқарасына пана болып, Кеңестер одағының іргеге итуіне дағы қатты қарсы тұрды. Демек, Шыңғыстайға, яғни Гауаланың сылтауратып Мәскеуге барып, Сталиннің үш рет қабылдауды өтініп, оның аяғына бас ұрып, Шинжаңды одақтас республика етіп, Кеңестер одағына қосып алуды өтілген сақтың Шыңғыстайға салыстырғанда Зұлқаны мың есе отаншыл санауға тиіспіз. Илайым Батыр қажына келіп жатқан мынас қабыл болсын. Илайым аруақта, ұрпақта разы болсын. Ұлттық ынтымағымыз тәртіпте күшейе берсін. Сөз соңында осы жұмысқа бел шеше араласқан Зұлқаны құрметтеп ынасты беріп отырған Зұлқаның ұрпақтарына, ал осы үшін табанын тоздырып, шаршап шабытқанына қарамай, көп жұмыстарды тындырған Баяхмет Жұмабай секілді белсенді зиялы азаматтарға Алатаудай рахмет айтамын.
және де бүгінгі ұлы тойымызға арнайы атсалысып келіп отырған Шинжаң оқу-ағарту жүйенің бұрынғы бастығы профессор Әуелхан Қалиұлы ағамызды естен сөйлеуге рұқсат етіңіздер. Сәлемді қалып қарайсыздар. Ассалаумағалейкум. Құрметті басшылар, мамандар, сіздердің еңбектеріңізді естілуге зұлхатқарды кетілміз. Білімденуге зарыл. Зұлхаға әрбір ардастығындай берді. Мөлшер өткен ғасырдың 80 жылдардың başı. Yeni bir 40 senedir, oylarda 7 senedir kezdimede Zuhan'ı soyup sızdı, Arslan'a kaldı. Zuhat Bırakısı degenin her sorumlusu olsun. Yeni bir yolu Atıkan anamız Zuhat Rahman'ın asmalı kapsakan sebebi. Kiminin akıdaki adamı haber etti. Bu romanda basılışın adımının evveltamın zahtını okutusu. Söylemeyi mümkün. Okusan okuyun. Eğer neyini okumakta asmağa çıkardım olsa, onu ilketin içine kadar karakını geldi. Bu sözümüzü kolay düşünemiyoruz. Benim aytmam, soğukka bir uruludun hatırımız Kazak'ın. Soğukka da benim bildiğim, Soğukka akisi sen. Ülkün hocam. Metinge var, azıcık olur. Muharrem. Ondan sonra soğukka, soğuk tutuştum. Ülkün siyah. Arap. Şarjosiyanın Kongörü'de sarılған қостың генералын, мен оны қарулы қосының алты yolundan tuttuğunda kettik çarpmasına karşı Müslüman cambiyda utançlık yaptı. Жоқшылыққа тартқанға аузынан жүріп басып берді. Немесе Kongörü'нің жолын көрсетті. Ақбайдан жолына жеткендер қасына жейіп, орнын астына қалды. Bilgisiniz, Kazak Kur'anlarının еңбек adamlarına baktan soru sorumluluğuna biz kanalına karşı nafız atıyorsak Osman kasıtlarının niye gördü? Yoksa bir yolda üşüyor. Sizin sınırlıkın hazır zamanın hazır zamanın olmuş. Bu düşünce Oğuz'da. İslam işleyişi var. Bunun keyin geliyor. Evli zamanda cazanın en ağır. Ama çok da ağır. O sırada sıkı değil. Bir kitap oldu. Yarıklarlarının arasında ben azim değil. Üçüne görülen adamı koydum. Cahil var. Şimdi bakabiliriz. Eline çavukan çavun süründürüyor. Aralarına kan düştü, cevizim var. Eşi, çınayı vardı, çavun karlı düştüğün ceviz olsa, küyüngün yeğizlikmiş baktan. Vayınla orada ayıksın. Kimin? Bakır. Zuhabatın okumandığı koy. Ocak taktık gördüm. O zaman Zuhat. Zuhat'ın canlı dostları sizler
аталарымыздың қандастығына бола емес, Зуханың ұрып үшін бәрімізді дастарханға шақырдық. Бұларыңыз өте жақсы болды. Бұның алтын артынменен өкімет көз ашқан, артынды түспеген. Ал енді бүгін осылай өтпік сипат, өтпікмен табыс болсын. Сізге де рахмет. Дүниежүзінде қағарман адамзат тарихын зерттеуге олардың халық деген неме десе, тарихты батырлар атама халық атама. Мен келген болсын қасқан болсын. Бірақ батыр жоқ жерде халықты айға. Рахмет жазушы. Çelikli yazdığı manalı. Analısının burada osmanlı. Soğuğa, uruğa, ırkaka, bravo. Çok rahmet. Және де бүгінгі ұлы тойымызға құрметті қонақ ретінде той төрімізде отырған Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясының бұрынғы орынбасар бастығы, тарихшы, аға зерттеуші Жақып Мырзахан ағамызды той төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Құрметті бүгінгі мынау Зуха батыр сынды халқымыздың аяулы ұлы батыр ұлының 150 жылдығын еске түсіріп отырған мына үлкен еске түсіріп кейіннен мерейтойға келіп отырған осы барлық көпшілікті мейлі ол халқымыздың қай руынан болсын барлығымыз үлкен Зуха жоғарыда айтқандай ол халқымыздың батыры бірер рудың батыры емес барлықтарыңызды және Зуханың ұрпақтарын ел жұртын туған туыстарын осы мерейтой байланысымен алдымен бір құттықтаймын. Зуха батыр шынында өз заманында әке жолын қуып, білімді болуға ұмтылған. Әкесі Сәбит өз заманының оқымыстысы, білімді адамы болған, мектеп ашқан адам екен. Зуха міне әке көрген оқ жанар дегенде сол әке жолын қуып, білімге құштар болған. Өнер, әкесінің өнерін білімін үйренген. Сондықтан ат жалын тартып мініп, елдің жоғын жоқтайтын азамат болғаннан бастап, халықшыл болған. Ел жұрты деп белгілеген. Әсіресе жоғызытіктерге, аш-арықтарға көмек қолын созған. Міне біз сондықтан Зуханы өз заманындағы әдеттегі батыр ғана емес, халықшыл ел үшін еңіреген азамат деп білеміз. Жоғарыда қатысаға және шоқымдарға айтып өтті. Зуханың және бір үлкен ерекшелігі бұл кісінің отаншылдығы. Өзі туып өскен тұңғыш сынды ұлы елде оның шекарасын қорғау, халқын қорғау үшін өзін атаған. Шеттен келген елдің берекесін бүлдіретін, мемлекеттің тұтастығын бүлдіретін шет ел шапқыншылығына яки болмаса басқа бүлдіруіне өзінің айналасындағы барлық батырларымен, барлық азаматтарымен бірге оларды керіндіруге, олардың білім-сүлігін қойдаруға үлкен күш салды. Демек, Зуханың бұл өз заманындағы үлкен ашық ойлы, отаншыл азамат болғандығы, мемлекетінің ұлттың тыныштығы, бүкіл мемлекеттің тұтастығы үшін есі қосқан батыр екендігін көрсетеді. Сондықтан оның аруағы қазірге шейін халқымен бірге жасап келеді. Оның батырлығы, халықшылдығы халқы жағынан, елі жағынан үлкен құрметке бөленіп келеді.
Айгыл адамдар деген желілес кітаптар шығарған. Сол желілес кітаптарда мінеке қазірге шейін 50 кітап шықты. Сол ұлтымыздан шыққан қазақ тарихындағы айгыл адамдар қатарында ең алдымен жазылған адамның бірі міне осы Зұлха батыр. Бұл демек Зұлха батырдың сол кезіндегі ел үшін еңіреген халқымыздың айгылы ұлдарының, айгылы адамдардың бірі екендігі қазіргі ұрпақ жағынан танылған да құрметтелгендігі, оны енді болашақ ұрпаққа үлгі болу үшін істелген көрсетілген еді. Енді менің ұлы лебізімде білдіретін ең соңғы тілегім, бұдан кейінгі жастарымыз, ұрпақтарымыз, ата-бабаларымыздың осындай халықшылдығы, отаншылдығы, ел үшін еңіретін рухын мәңгі жалғастыруын және үйренуін үміт етемін. Сәттілік тұрмыз. Мен қазір жаңағыда осы тойымызды бастап лекция сөйлеп жатқан Қадыс атамызды, Сұлтан атамызды, Әуелхан атамызды, сонымен қатар Абдуллам райондық саяси кеңестің бір орынбасар төрағасы Шәріпхан атамызды, Күлтін жөнінің бастығы Раздан атамызды ортаға шақырып, сіздерге арнайы сый-сияпат жасауға рұқсат етіңіздер. Қанекей, ортаға келсеңіздер. Рахмет, мінекей сіздерге арнайы дайындалған сый-сияпатымыз тарқатуға осында Сайра, Құндыз, Айқын, Мөнира бастаған қыздарымыз арнайы оң қатарда сіздерге. Көп рахмет. Осы қошемет көрсетпайымыздар, қадірлі достар. Тойымызда сіздерге арнайы дайындалған естелікпен қабыл алыңыздар. Сіздердің рұқсаттарыңызбен осы бүгінгі ұлы тойымызды өткізуге ерекше есе қосқандарға, яғни осында тұрған құрметті қонақтарымызға сый-сияпат жасауға рұқсат етіңіздер. Мен қазір сахна төріне сіздердің құрмет шапалақтарыңызбен әйгілі жазушы Зұлха Батыр сынды көптеген романдардың авторы Батырхан Құсбеген ағамызды және Пәриде апайымызды шақыруға рұқсат етіңіздер той төріне. Сонымен қатар ағартушы жеке кәсіпкер Тәуке ағамызды той төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Сіздерге арнайы ломға таратуға Сайра, Құндыз, Айқын, Мөнира бастаған қыздарымызды, Батырхан ағамызға, Шабан жауға, Нұрлан молла атамызды және Пәриде апайымызға, Бағила әбекемізді, Тәуке ағамызға, Шабан жауға, Кәменбек ағамыз шақырамыз. Dostlarla жақсы құттықтайды. Екінші, Зұлха батырдың біздің бұл отанымызда өшігішілерін бір қызының ұрпағы алды. Білжай, Олай, Шәкірт деген есімінен Ажар деген қызының. Енді осылардың ұрпақтары бүгін осы жиынды өткізіп отырған достар, бұл ұрпақтары. Ата-бабамыздың оқжатты, осы қасиетті бабамыздың осы күрделі ойын өткізіп отырған ұрпақтарына үлкен рахметімді алғысымды айтамын. Зұлха деген кім дегенде
Соған бұның отаншыл қайраткер екендігі туралы автомобильдік өкімет арнаулы 60 000 yen ақша босатып, басына ескерткіш орнатты. Мына тұрған ескерткіш автомобильдің берген ақшасы бойынша орнатылды. Сол үшін Зуханың отаншылдығына еліміздің шекарасын қорғаған еңбегі үшін автомобильдік өкімет сол кезде мұны отаншыл қайраткер деп бағалаған. Әлі сол ие. Енді мен өзіме жазушы деген көп сөзсіз болып, бірақ мен енді аз сөзсіз жазуштан үшін. Аз сөзім осындай болып бір жаттым, бағыз айтып бір жаттым. Зуханың отаншылдығы туралы тек бір соны айтайын. 20 жылдары мына Ақпатшаның қалдық банкалардың алғайды басып алғанда қырып жоғында дүздің үстіндегі қамсу семья Зуханы паналап барып қайып ішке барады. Осы адам шығарып туған жеріне çocuğa aşıksın. Budur artık odansız değilmiş var. Енді қалған сол менің жаздым романды оқыған жазсын. Менің сөзім осыдан аяқтайды. Рахмет, көп рахмет аға. Тарихи. Фәрид апай, сізде бір ауыз немізді қарайсыз. Қазір мен той төріне жаңа ғана өздеріңіз айтып өткендей, бүгінгі осы ұлы тойымызды өткізуге өзі бас болып, зыр жүгіріп, осында атсалысып отырған өздеріңізге белгілі ортамызда орны бөлек, жоны бөлек, елден бөлек арыны, елден бөлек дарыны бар жазушы, фольклорист, этнограф ағамыз Баяхмет Жұмабайұлын шақыруға рұқсат етіңіздер. Қол соғып қошемет көрсетіңіздер. Ассалаумағалейкум, жалпы туыстар, үлкен кіші, аға бауыр, әпке қарындас, былайша айтқанда жалпы осы арқа жарқа болып келген жалпы туыстарға көптен рахмет айтамын, әлі сәлем айтамын. Сіздерге көп рахмет. Әсіресе осы жұмысымыздың былайша айтқанда ыстығына күйіп, суығына тоңып жүрген Ақбас атандай, Боқбаның биік шыңындай, бастарында аққылау шал жатса да, анау отырған ғалым ағаларымыз үлкен, былайша айтқанда ер ағалары осыған жақсы күйініш білдірді. Мен осы орайда осы кісілерге көп рахмет етемін. Онан кейін осы жұмысты былайша айтқанда жалпы осы отырған сіздер болмасаңыздар, бұл жұмыс бітпейтін шаруа. Көп жұмылып, осындай үлкен жақсы ата-бабамызды ұлықтап жатқан шаруаға сіздер атсалыспасаңыз, бұлар да бітпейтін шаруа. Сондықтан сіздерге тіпті рахмет айтамын. Енді жалпы осы қызметтен бітпей мәліметтер кетпесек, бұл не істеп жатыр, не қойып жатыр деген жағдай болады. 2015 жылы мына қарашаның 2-ші жұлдызы күні Ағажай деген ресторанында осы мына ел ағалары мен ақсақалдарымыз, мына ғалымдар мен жазушылар және бір бөлім өзіміздің азаматтар жиылып, осы жерде дөңгелек үстел мәжілісін ашқанбыз. Сол кезде осы Зуха атамыздың 150 жылдық мерейтойын қалай өткіземіз, қалай істейміз деген мәселе жөнінде талқы болған. Сол талқыда бағана ағаларымыз көп айтып кетті. Бірінші, Батыр атамыздың осы бүгінгі тақырыпқа сәйкесіп отырған анау бала күнінен бер қарайғы оның ел ішіндегі ерекшеліктерін ауызға алды. Онан кейін өзінің ата-бабасынан бастап ана арғы атасы, мысалы Нұр Мұхамед абыз әрі дәрвіш болған адам, Абылай ханның ордасында, былайша айтқанда елге ақыл айтқан адам екен, жақынғы жылдардан бергі бір тарихта. Міне осындай адам, бергі атасы 9 жасында Опаменен мына Хиуаға барып, сол жерде оқып,
25 жасында еліне келіп содан бастап 7 жерде медресе ашып, бүтін осы елге қайсы ұру, қайсы ел демей соның бәріне білім таратқан адам екен. Міне осыдан тарап отырған Зұлқа 15 жастан бастап елім жерім деп күйініп, жалпы халықтық жұмыстарға жүгірді. Әсіресе бағана ағаларымыз айтқандай жетім жесір жоқ жұтық, осылардың бәріне пана болу жағына зар жүгірді. Міне осыдан кейін ағаларымыз айтқанда біз қу басы, өмірінің басы осылай басталып отырған адамды не үшін ұқтамаймызға келдік. Ал енді ержетім дәуіріне келетін болсақ, бәрі жоқ жұтық жетім жесірлердің бәрін төңірегіне жиды. Оларға былайша айтқанда қазақ даласында бірінші рет тобана құрды. Осыларға үлкен қазан асты. Қазан асып осыларды асырады. Міне біздің жазғы саясатымызға былайша айтқанда қоғамымызға келген кедей-кепшіктерді асырау немесе оларға пана болу, қамқор болу міне біздің атамыздан басталған екен. Ал одан кейін бұл кісі бағанағындай айтқандай жалпы елім жұртым деп жүрген азаматтардың бәрін төңірегіне жиды да елдік теңсіздікке, зорлыққа, жалпы қоғамдағы келеңсіз жайттерге қарсы тұрды. Ең бастысы бұл кісінің ең үлкен ерекшелігі қайсы дегенде, мына әзіргі Шыңғыс шекарасындағы мына Бұлғын, мына Тайдешкен сияқты өңірлерге, мына Бәйтік өңіріне, Қаптық өңіріне шабуыл жасаған сырт Мұңғылияның шапқыншы армиясының бетін қайтарып 4 рет отанымызды қорғады. Әлгі отанымыздың шекарасын үлкен жақтан қорғап бас болған адамдардың бірі. Ал екінші ерекшелігі қайсы десеңіз, 1921 жылы Қызылдан жеңіліп шегінген Ақтар армиясының, Бәкшиннің, Омың армиясы Алтайды басып алғанда тек осы Зұлқа ғана осыған қарсы тұралды, осыны Алтайдан аластай алды. Міне біздің бабаларымыздың осылай ерекшелігін еске алған біздің мына соңғы дөңгелек үстелде бас қосқан ағаларымыз бұны сөзсіз еске алуымыз керек, ұлықтауымыз керек деген қорытындыға келді. Сондықтан біз осы жұмысты сол кезден бастадық. Былайша айтқанда жылдан асты әзір. Батырдың еңбектерін осылай қорытындылаған ағаларымыз ендігі жерде алқа құрды. Алқаны осы бұқаралық медиада бірақ жариялады қоғамға. Өздеріңіз көрген болуларыңыз керек. Үйшінде қораптарда алқа жауаптыларынан тартып түгел жарияланды. Міне бізді қоғамға жар салып осы жұмыс істейтіндігімізді білдірдік. Ашық түрде. Бесінші, істеуге тиісті жұмысты өзіміз сол кезде сараптап міндеттедік. Не істейміз деген мәселе. Содан кейін шынын айтқанда бір ханзуша кітап, Зұлқаны таныстыратын. Одан кейін бір қазақша кітап істейтін болды. Қазақша кітабымыз негізінен аңызға айланған адам деген тақырыппенен бірінші осы ғалым ағаларымыздың, жазушылардың жазған мақалалары негіз болды. Екінші бөлімінде тарихтан бері қарай келген қиса дастан халық ішінде қалған. Осыларды негіздеді. Үшіншісі тарихтан бері қалған Зұлқаға қатысты аңыз ертек, өлең жыр, көріс, жоқтаулардың бәрін жиып, міне бұл бір өзіміздің ана тіліміздегі бір кітап дайындалды. Екіншісі жаңағы ағаларымыздың ғылыми мақалаларын қанушы аударды. Онан кейін бағана Сұлтан ағамыз, Әуелхан ағаларымыз айтып жатыр ғой. Мына Алтай аймағының тарихи материалдарында, Көкбай ауданының тарихи материалдарында, оның кейін автомобильдік үгіт бөлімінің әрбір ауданға түсірген көрікті Шинжаң ішінде біздің мекен дейтін кітаптарда жарияланған Зұлқаға қатысты қанушы материалдардың бәрін жиып алып, осы қанушы кітапқа кіргіздік. Ол Зұлқа Сәбитұлы деген атпен кірді. Міне осы екі кітапты істеп, біз жалпы әзіргі мына ақпарат бақылау органына бердік. Олар әзір соны үстінен көріп жатыр. Әсілі осы кітаптарды осы тойда таратуға тиіс едік әсілі. Оған үлгермей қалдық. Сондықтан сіздерден бұл жөнінде кешірім сұраймыз. Енді бірісі осы жұртқа естелік бұйымдар істетеміз және де. Міне бұл да бітпей қалды. Ішкелік істетіп едік.
Енді осы орайда сіздерге осыны айтатын үлкен кешірім сұрайтын әрі сіздерге осы қызметтен мәлім етуіміздің соңында міне әрбір жерден бұрыннан байланыс жасап тұрған адамдар бар, әрі сіздердің тізімдіктеріңіз бар. Сол тізімдік бойынша байланыс жасап тұрған адамға осы уақыт жеткенде кітаптар шығып дүниенің қолыңызға тигенде сөзсіз жеткізіп беретіндігімізге уағда береміз. Соңында біздің істеп жатқан шаруаларымыздың бет алысы осы. Енді әсіл істеуге тиісті шаруаларымыз бар еді. Мысалы 2010 жылы автомобиль районынан арнаулы қазынадан қаржы босатып, ана Белқұдықта бұл кісіге ескерткіш тұрғызды үкімет жағынан. Енді сол жерді көгерту керек. Маңайы 60 мың жер бар. Осыны көгертуге тиісті да біздің міндетіміз болады. Онан кейін шама келсе жарым сағаттық рухани таныстыратын құжатты білім аламыз ба дегенбіз. Одан кейін болашақ балаларға үлгі болатын ерекше 15 минуттық картон білім аламыз ба дегенбіз. Міне бұл жоспардың бәрінде жатыр. Енді әзіргі өздеріңіздің осы көмектеріңіздің арқасында бітіп тұрған жаңағы алдыдағы шаруаларды оның қорытындысын осылай сіздерге мәлімет етіп жіберіп береміз, артық шаруаны және де істей береміз. Ең соңында сіздерге айтарым, сіздердің осындай арқа-жарқа болып ұзақтан келіп, осы ата-бабамыздың аруағын аралықтап, осы құрметтеп келгендеріңізге көп рахмет айтамын. Сіздерсіз жұмыс бітпейді. Көп жыл аман болсын, делдеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Рахмет сіздерге. Аға кішкене аяқ бұл тойымызға алыс бақыт тілегін білдіріп жатқан Қадыс атамызға, сонымен қатар Әуелхан атамызға, Шәріпхан ағамызға, Раздан ағамызға және өзіңізге арнайы шапан жауға рұқсат етіңіздер. Қадірлі туыстар, жалғасты бүгінгі ұлы тойымыздың мынау сахнасына арнайы шақырылып, сый құрмет жасалып, лебіз білдіруге Мұхамедхан атамызды, Бағира Мағауия қызы әбекемізді, Бақытжан Оразайұлы ағамызды, сонымен қатар Айтқан Сағынқанұлы ағамызды, Оралбай Сағдоллаұлы ағаларымызды шақыруға рұқсат етіңіздер. Қанекей, ордаға келсеңіздер. Осы құрметті қонақтарымызға ломға таратуға Сайра, Құндыз, Айқын, Мөнира бастаған қыздарымызды ортаға шақырайын. Өркен кет. Atış var. Рахмет. Қанекей құрметті туыстар, бір жақсылап бір әсірге сөйлесе қалдырып қойыңыздар. Қанекей бір ауыз лебіз тыңдасақ. Assalamualaikum. Қадірмен қымбатты туыстар. Ауылымыздың үлкен ағалары, сіздердің осы бас қосуыңызға қымбатты уақыттарыңызды бөліп, әуре болсаңыздар дағы, бізбен біріктеп, қуанышымызға ортақтасып отырғандарыңызға мен барлық туыстар атынан көптен көп рахмет айтамын. Енді
қазақта бір сөз бар, орамал том болмай жол болады дейді. Мына ауылымыздағы туыстар біраз бізге орамал шарты жолын ұсынып жатыр екен. Бұған көптен көп рахмет. Мен айтатын сөзді бағана ел ағалары айтып кетті, енді уақытын алып мен созбаймын. Сонымен менің сөзім аяқталды. Алғыс айтуға Айдын Уалданұлы ағамыз шақыруға рұқсат етіңіздер. Бұл жол қошемет көрсетіп қойыңыздар. Ассалаумағалейкум. Құрметті мамандар, құрметті жазушы ағалар, және осында отырған барлық туыстар. Бүгін мен аса құрметті түрде атамыз Зұлқа Батырдың 150 жылдық еске түсіру қимылын оздыруға күш шығарып, атамыздың еңбегін ұлықтап, атағын асқандап жолында қалам тербеп, күш шығарып жатқан ағаларға және осы жұмыстарға атсалысып жатқан, жұмыс істеп жатқан барлық аға бауыр, әдеке қарындас, жеңгелер мен келіндерге және партиямыздың әділ саясаты қолдап отырғандығына жалпы Зұлқа Батырдың немелері, туыстары атынан шын жүректен алғыс айтамын. Шаңырақтарыңызға шаттық, бастарыңызға бақыт тілеймін. Рахмет сіздерге. Рахмет аға. Қадірлі туыстар, келесі кезекте осы сіздердің құрметтеріңізге арнап бүгінгі қимылымызды өткізуге атсалысып бас болып жүрген өздеріңізге белгілі жазушы Баяхмет ағамыз арнайы Зұлқа бабамызға бір толғау жазған екен. Сол толғауды надырған бауырларымызға өтініп айтуға ұсыныс жасалған. Енді шамалы жетісінше жаман даусымен сіздерге орындап берейін, қабыл алыңыздар. Алманды артық салмайсың,
жасқап жоталы қолдады жұрттың әлсізін. Ерлерді жинап елеткен әділдік үшін елдескен. Ұруы ұлты деместен маңына тоқтап көрсен. Етелер болған елменен елек жеңіл керілген. Жәбір көрген жұрт тәтіп төріңе бермес төр берген. Жетімді көрсе жебірген, әлсізді әктеп демеген. Күресті теңсіз езбенен зорларды тосып кешкен. Ұшайын деген сұңқардың қанатына жел берген. Шабайын деген тұлпарды асырған асыл белдерген. Жерінде жатыр бастырмай, ерлерін шепкер қақтырмай. Досына адал қасталмай, жауына тиді қасқырдан. Жарқылдап өткен ақберен жаулыға түсті нұр шөлен. Ақиқат үшін күрескен рух елге дем берген. Жыртылғанды сүйреген, жарлыны байға теңеген. Жетсауын толтырып жетімнің атындай жомарт сендеген. Алалық түсті араға қызғаныш оты қалама. Қызыл көз қиқар еселер қалдырды елді жалаға. Есіртіп қолды ес талып, байлық билік жастанды. Жоғалтпастар сұлқаны бейғамсыз берек аспады. Арыздар солай борады, ұрылғын елдің толады. Жағымпаз жүріп зұлымдар жоғалтуға қол салды. Шынға біткен шынар ет, көз жетпес биік құзар ет. Ақылы асына ой сергек, жауына төнген қырын. Айырылды ерлі ерінен, сергелдің болып сенделген. Аққуғаз кетті көнінен, кәрі жас таяқ кірренген. Атыңа тұрман боларлық, жолыңа құрбан боларлық. Ер зұлқа кетті шайып әлемді билеп алсаң да, алтынға көміліп қалсаң да. Елімде өткен суқада есімің елге қалған ба? Әлемдік билік алсаң да, алтынға көміліп қалсаң да. Елімде өткен суқада есімің елге қалған ба? Елімде өткен суқада есімің елге қалған ба?
отырғызушылар, жалғасы сіздердің құрметтеріңізге арнап және де осы бүгінгі тойымызға келіп отырған өздеріңізге белгілі тек қана өнер үшін туған адам ешқашан бет-бедерін қолдамаған, тамашаның жалғасында ән салады айтулы Әлихандай тұлғалаған деп аузын ашса дауысы алты қырдан асатын асқақ дауысты Әлихан ағамыздан тамаша ән тыңдайық қанекей. Ал олай болса бүгінгі осы тойға сыйлайтын әнім Қара шаңырақ деген ән сыйламақшымын, қабылдаңыздар.
ақсарбас қойдың басы бастап жамбас қосып алдымызға келіп тұрған жайы бар. Ендеше ұлы тойымыздың ардағына бата беруге сіздердің құрмет шапалақтарыңызбен Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясының бұрын орынбасар бастығы, тарихшы, аға зерттеуші Жақып Мырзахан ағамызды бата беруге рұқсат етіңіздер, қадірлі. Берейін бата толғанып, батырдың мерей тойына, мақтаныш болып ұрпаққа қуат берсін бойына. Елім деген ерлердің медет болсын ойына, қақпай соқпай көргенде зуқа батырдай мойыма. Күйзелген ел батырды ерлігін көріп таныпты. Ақысы кеткен жуанға әлсіздің есесін алыпты. Атқа минген ұландар қашанда ұмытпа қалықты. Байыған бағлан мырзалар жарылқай жүр аш арықты. Батырдың рухы қашанда үмітті ұрпақты қолдасын. Мынау жақсы заманда кірбеңдік қашанда болмасын. Азғындап желкор болғандар сазайын тартып оңбасын. Береке, ынтымақ, татулық жалғасты келіп орнасын. Амин. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Айтқан ақпарыңыз қабыл болсын. Мінеке өзіңізге арнайы дайындалған шапанды қабыл алыңыз. Көп рахмет. Қадірлі туыстар, алдағы астарыңыз дәмді болсын. Көп рахмет сіздерге.
өстік ител ата ұрпағы арайлы уақ жүзінен чақты кетіп, Зұлқа атаның аруағы қолдай көрдеп. Арғата Бұқарбайдан бері қарай, сал ұрпақ дүниеге кетті тарай, әр шеттен бой көрсетіп ұландары, қауһарми құйма құлақ алтын сарай. Осындай алтын елдің ұрпақтары, Мейуаны Бәйтеректің бұтақтары, арқан ел жомарт көңіл ортақ, жомарт бейіл ортақ көңіл, бас қосып сәлемдестік жас пендәрі. Бас қосып жайсаңдармен маңғазғасқа, зор қуаныш бақшылап кәрі жасқа, алма ғайып дәуірге үлгі болар, тарихтарыма салғандай қара тасқа. Сол тарихтың куәсі Зұлқа батыр, жақсы туса бұл өзі мұңға татыр. Жүзден жыл еске алып ұрпақтары, 11-ге бас қосу болып жатыр. Зейілдік атадан бір саладан, туғанын ұмытпайық бір анадан, қаны бірге адамның жаны бірге бас шығар жүрек бір жағадан. 20 жыл еңбектеніп ауыр міндет, елден шыққан ардагер Баяхмет. Өлгендерді тірілтіп ұрпақ жалғап, өзіңізге айтамыз мың рахмет. Құрметті бүгінгі мынау Зұлқа атамыздың 150 жылдық мерейтойына келген барша туыс-туғандар, аяулы халқым, келген қадамдарыңызға илайым Алланың нұры жаусын ағайын. Мен Дөрбіжін, Тарбағатай Бақыт Дөрбіжін ауданына келіп отырмын. Ата-апаларымыз, аға, әпкелеріміз келе алмай, сол кісілердің артынан жалғыз өзім келіп отырмын. Сіздерге сәлем беремін. Зұлқа атамның 100 жылдығына арнауық бір қарсы алыңыздар. Оқсатам әз бабамды шын бұзына арнайы жазып келдім жырдымына. Қалың қазақ болған соң Зұлқа атамның келіп тұрмын 150 жылдығына. Бұлағын тұнық болар таудан аққан ұрпағын жоқ болса екен ардамасқан. Зұлқа атамның еткен ұлы Данышпан ет елі үшін еңбек етіп елден асқан. Нар кеуде Зұлқа атамда ғаламат бар, оған мүлдем жете алмас шаманаттар. Елін, жерін қорғайтын қазақ болсан, Зұлқа атамдай болса екен азаматтар. Жол талдап, қасиетті сара жолдан, ол талданмай әр ұлтқа аға болған, кедей кепшік жетім мен жесірлерге қолындағы бары мен пана болған. Елі қолдап, құрмет тұтқан ардақ тұлды, ерлігімен байманапты, чаңқаптырды, көмек қып жетім менен жесірлерге қазіргі қорғағанын жалғап тұрды. Кезінде Зұлқа атамыз істеп кеткен, бұл күнде ұрпақтары жалғастырды. Шыншыл болсам, әркімге сөзімді түр, жаман болсам қолдамас, елім бекер. Әлінде талай Зұлқа атамдай азаматтар шығады, көзім жетір. Қадір тұтам рухты зерден ұлды, жақсы болса аларымыз елден үлгі. Елінде еңбек еткен ерді ұмытпас, елің үшін көрсетсең еңбегіңді. Еліне, жеріне де сен асылжан, мерейін Зұлқа атамның ел асырған, Баяхмет ағам бастатқан ағаларға мың рахмет айтамыз ел атынан. Зұлқа атам әйгілі адам танымалы, іс істеу бізге керек мағыналы. Армандарға жетейік біз ұрпақтар, қолдасын Зұлқа атамның аруағы. Ұрпағың алса екен сенен үлгі, аруағың қолдасын өнеріңді. Осы барлық ұрпағы қазағыңның қуанышта болып жатыр тереңізгі. Зұлқа ата қолдай көрген ұрпақтарда асырған салтанат пен мерейіңді. Рахмет сіздерге. Оңмен десең мінеп ата, болсын жолдасың қызыр ата. Қызырың қияласын, бақпен дәулет басыңа ұяласын. Жақсылығыңды Алла жарастырсын, жамандығыңды Алла адастырсын. Жүрегіңе ақ берсін, маңдайыңа бақ берсін. Үйің жанға толсын, өрсін көптік малға солсын. Берейін бата басыңа, қуат берсін Құдайын кәріменен жасыңа. Сүгініп табақ тарттың ғой, бәрекет берсін бір Алла, аламдан жиған асыңа. Төрттілігін сайын першін кетсін қасыңа. Берейін бата табаққа, қуат берсін Құдайын ұлменен қызға. Алла Teala жарқап, бала чағаның ел жұртын
амандығын беріп, патшамызға тауқымет беріп, патшаның жарылқағандай, Алланың жарылқағандай жарылқасын бирахмет. Аллаху акбар. Абай атамыз айтар екен, адам атаның барасы болмай, адамның барасы болмайды. Зух атамыз дәл осы адамның барасы. Ағанадан бері әрқандай зерттелмен ағаларымыз әрқандай барлығын айтып кетті. Сондықтан енді біз олар төгетіп қалды деген нәрсе емес. Сондықтан қайта Зуханы біз жеке бір біздің бір ұрттың ұлдық емес, айтылды көпшіліктің күлді қазақтың өз кезінің дәуірінің батыры, ол кісінің өз еңбегінен алып шығып отырған жұмыс бұның бәрі.